Армысыздар, құрметті YouTube көрермендері. Сәлем достар, құрметті викторина, яғни әртүрлі логикалық, ғылыми сұрақтарды жақсы көретін құрметті достар. Сонымен, құрметті достар, бүгін мен викториналық сұрақтар арқылы өзіміздің білімімізді сынайтын арнайы Quizland деген ойынды сіздерге ойнап көрсететін боламын. Құрметті достар, міндетті түрде алдын ала лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Құрметті достар, біз қалай өтетін боламыз? Өздеріңіздің ақылдарыңызды осы ойын арқылы сынасаңыздар болады. Бірнесі бұл орысша ойын екенін, құрметті достар, ұмытпаңыздар. Мінекей профильден мен туралы мағлұмат. Мінекей Дастан Дәкемен, достижением скаут, перфекционист, пилигрим, пони, амбиции, любитель, знаток, всезнайка. Бұны ойнап жүргеніме бір көп болды, ойнамай кеткеніме, бірақ 3-4 күн бойы ойнаған болатын. 9 уровеньді өттім. Маусымның аяқ жақтарынан бастағанмын. Үсте телеграмда шығатсаңыздар, құрметті достар, мән бермеңіздер. 172 сұрақтың 87%-ына дұрыс жауап бердім. Ең төмен жауап бергенім ол культура болып тұр. Культура бұл жақты өте қиын. Ең оңайлары кино, спорт болып тұрғаны. Историяда, яғни тарихта жақсы. Құрметті достар, мінекей менің 2036 ақшам солардың бар. Сонымен қатар бұл ойында өзіміздің соревнованиялар бар. Менде әлі бүгіндікте общий зачет есептесек, мен 10.613 орында тұрмын. 2036 деңгеймен Қазақстанда. Ол Қазақстанда. Ал мен мына жақта 45.089 орында тұрмын, достар. Көп кешіктірмей, мен мінекей 10 уровеньге жеттім. Осы бір уровеньді сіздерге ойнап көрсететін болам. Мінекей бүйтіп карточкаларды ашады, сонымен қатар уақыт беріледі үстінде. Что составляет половину диаметра? Диаметрдің жартысын не құрайды? Радиус құрайды, достар. Геометриялық сұрақ бұл. Мына ғылыми сұрақтар бұл. Какая комета является единственной короткопериодической кометой хорошо видимой невооруженным глазом, дейді. Комета Галлея, комета Энки, комета Хе. Мен ойынша Галлея, қалғандарын танымайтын секілді. Вот дұрыс. Что обозначает медицинский термин сфенопалативная ганглионевралгия? Қиын екен, все варианты верны. Смена вопрос, құрметті достар. Ауыстырам. Какой жанр изобразительного искусства изображает природу? Пейзаж. Мінекей астынан сұрақтың жауаптары толық нұсқада беріледі. На каком топливе ездят трамваи? Қандай? Электричествода жүреді олар. Трамвайлар. Орысша білетіндер болса түсінеді әрине. Қазақша ойында бар. Миллион кімге береді деген секілді. В чем функция крови? Все ответы верны. Снабжать клетки кислородом. Барлық жауап дұрыс. Мінекей сандықшаны ашып көрейік, құрметті достар. Қап. Болмады. Ішінен ақша түсу мүмкін еді. Кто составляет цветочные композиции? Манекенчик, скульптор, художник, флорист. Мен флористті білемін, художникті білемін. Художник суретші, сондықтан флористтан тұрмын. На каком факультете учился Гарри Поттер? В Хогвартсе. Гриффиндор. Мінекей астынан толық жауаптар бар. Сонымен қатар комментарийлар.
комментарийдің үстінен тағы бір өзіңіздің комментарийіңізді жазып өтсеңіз, мінекей қараңыз. Бар жұлдызбен белгілеп қойсаңыз да болады. Осыны өзіңіздің комментарийларын жазып қалдырасыздар. Мінекей лайктарыңызды беріп комментарий жазуға болады. Мінекей бұл қоғамдық сұрақ. Чем занимается визажист? Лечением волос, макияжем, оформлением виз, фотографией. Макияж. Визажист макияжбен айналысады. Географиялық сұрақ. Какая страна выделена на карте зеленым? Ол Мадагаскар мемлекеті. Білуге болады. Какой врач занимается лечением сердечно-сосудистой системы человека? Кардиолог. Көп сұрақтарға дұрыс жауап беріп жатырмыз, негізі. Бұл екілік сұрақ, двойной сұрақ. Что характерно для скорпионов? Олар шалмайды бәрі. Олар улы келеді, достар. Осыны ұмытпаңыз. Мен астындағы сұрақтарға мән беріп жатқан жоқпын. Негізінде мән беріп тұрам арасында. Какое животное изображение на фото? Так, шиншилла дейді. Хорек. Қап, шиншилла. Естігенім бар, бірақ басқа секілді мен ойымша. Мынандай нелер, бұл интернетпен ойналады, сондықтан бұндай рекламалар шығып тұрады, құрметті достар. Чей портрет изображен перед вами? Михаил Васильевич Ломоносов. Қалғандарын ешкім танымайтын шығар. Мінекей кейбіреуіне наградалар беріп тұрады. Географиялық сұрақ. Какой город Турции является крупнейшим? Стамбул. Анкара бұл астанасы. Стамбул почти бұл Алматы. Какой город является старший? Бұл Ташкент. Унир. Кто автор балета «Щелкунчик»? Петр Чайковский. Қалғандарын танымасаңыздар, осыны белгілеуге кеңес берем, құрметті достар. Сумерки. Көргендер бар ма екен бұларды? Кот какого цвета, согласно мнению некоторых суеверник, служит предвестником несчастья? Алдынан қара мысық аттап өтсе, жолым болмайды деген немен орыстарда сондай шығар. Так, карточканы табу керекпіз, награда береді. Елу дегенді берді, награда. Жақсы, енді соңғы сұрақ. Как называют организм, живущий на поверхности или внутри другого организма и питающийся за его счет? Бұл бізде паразит деген білетін шығарсыздар. Құрт деген секілді ғой. Так, бір-бірімен сәйкестендіреміз. Қарасаңыздар, қиын секілді оқып көрінеді бұлар. Негізінде қараса ол бұндай. Бірақ оңай дегенде ондай емес енді. Соңғы жақтар өте қиын кетеді. Так, мынау. Так, тағында не бар? Мінекей, жақсы. Болды енді 16-лыққа кеттік. Бұлар өте қиын болады енді. Қараңыздаршы. Көріп тұрғандар болса, көре алмайды ғой деп ойдым. Не істейміз, бірақ шынымен де ойында қиын болып тұр. Мінекей. Уақытта 40 секунд қалды. Мінекей.
80 ұпай жинадық. Так. 15 секунд уақытымыз қалды, достар. Осы ойынды міндетті түрде сілтемесін мынау сипаттамаға, яғни описанияға қалдырып өтетін боламын. Жазып алып, жүктеп алып, өздеріңіздің осындай істесеңіздер болады. Достарыңызбен де естіп сынасып бірге ойнасаңыздар тіптен жақсы ойын. Мінекей 3 жұлдыз, 100% прохождение, 94 правильный ответ, 8 минутта өттік. Жоқ. $250 тыйым берді. Мінекей күндікте Қазақстаннан 146-шы орынға келдім. 234 ұпаймен. Сіздермен бірге болған Дастан Нұрқас, сау сәлемет болыңыздар, достар.